Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, баршаңызды елордалық Қазақстан Халқы Ассамблеясының ұйымдастыруымен өтетін «Қош келдің әз Наурыз» атты мерекелік іс-шараларды тамашалауға шақырамыз. 19 наурыз сағат 11:00-де елордалық Достық үйінің алаңында концерттік бағдарлама, қолданбалы өнер шеберлік сыныптары, жәрмеңке және ұлттық спорттық ойындарынан жарыстар өтеді. Достық үйінің алдында киіз үйлер мен алтыбақан орнатылып, қазанда Наурыз көже дайындалады. Киіз үйлердің ішінде елордалық этномәдени бірлестіктердің ұлттық нақыштағы экспозициялары қойылады. Сондай-ақ әрбір киіз үйде қолданбалы өнер бойынша шеберлік сыныптары көрсетіледі. Сағат 12:00-ден бастап 5 бағыт бойынша ұлттық спорттық жарыстар басталады. Бұқа тартыс, асық ату, салмақ көтеру, қазақша күрес, қол күрес, жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар беріледі. Шара барысында мәдени ойын-сауық шаралар өтеді. Сондай-ақ алдын ала ұйымдастырылған сурет салудан Instagram байқау жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар табысталатын болады. Концерттік бағдарлама кәсіби ұжымдардың, этномәдени орталықтардың, көркемдік ұжымдарының өнер көрсетулерінен және театрландырылған қойылымдардан тұрады. Іс-шараға Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің, Қазақстан Халқы Ассамблеясы хатшылығының, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің өкілдері, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары, дипломатиялық өкілдіктердің елшілері, Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері, қоғам қайраткерлері, жастар және бақ өкілдері қатысады. Келіңіздер, көріңіздер.